Соңғы екім қазақ елі. Мен бүгін айтатын тарабым, өзім пікірімді немнен айтайын дедім. Біздің Қазақстан, қазақ байлығын бәрін өзге ұлттар бөліп алған. Мына өзбек азаматтары, өзбек ұлты азаматтар, Ресей, орыс дейді ғой азаматтар. Мысалы Шодиев, Ибрагимов, Усманов, басқасы бар тағы. Анаяқтан российский азаматтар. Соның барлығы менің ойынша уже алыстан келе жатқан политика, байлығымызды бөліп алып, билігімізді мен пікірім бойынша сатып алған, билеп атқан солар енді өзде түбімен тілімізді құртып жатыр и жайлап жерімізді алып қоймақ. Қазақстанды бөліп алмақшы деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, мына былтырма бекер емес, ол әр тірліктер бекер емес. Бір жігіттер Өзбекстан туыменен, Ресей туыменен алматты бейт аянып жүр. Бір қазақ азамат көріп, тоқтатып, туыларын лақтырып не ол қазақ азаматты қамап қойды. Барлығы жерде тотальный қазақша сөйлейін десең, сен нацист дейді, сен межнациональное столкновение, сені қамаймыз дейді. Түсіндің ба? Қылмыстық іс қозғатамыз дейді. Кеше мына отырмақ Смирноваға сын тигізіп пост шығарып, басқа пост шығарып, ой, мынаяқтан келді, полиция кімбін, биліктің боттар сені межнациональный қылып жатсың деп, өзің құқығыңды қорғайын десек, сен межнациональный неме қорғайсың. Мысалы, мұны санаторий Алтын Қарғалы дейтін бар, алдында мынау немнеде тау жақта бір санаторий аты Аққайын. Ояқты да тотальный русификация. Оңкей қазақтарды алда тұр, тренерді қазақ, оңкей орыс айтып жатыр. Соған пост шығарғам. Енді мынау Каргалинка, Алтын Қарғалы баяғыда Зейнулла Кәкімжанов Назарбаевтың кезінде әшейін тиынға сатып алған. Сол жерде оңкей орыста, тотальный русификация. Шыдай алмадым енді. Кейін столовый ойнатын немнесін айтқам ғой, барсақта қазақ келіншек балалар қазақша сөйлейді. Қазақша біледі. Қорқады сөйлеуге. Қазақша сұрақ қойып, қазақша жауап беріп не алған біз сияқты азаматтар столдарға әтей айланып барып, тамақ бірінші бермей, баяғыда айтып едім ғой, сөйтіп қысым жасайды, сөйтіп жайлап қазақтарды тотальный русификация. Кейін директорына кіріп, жәнін шығартып, жан қалтасына салам, айтып, біз Қазақстанда тұрып жатырмыз, қазақша білмесе мейлі, басқа ұлттан не қылып жатқан жоқпыз, требовать еткен жоқпыз. Өзіміз қазағымыз, қазақша сөйлейтінді қазақша, білетіндер нақыл қазақша жауап бермейді. Ол нацистсің деп талай сөйт не қылды. Енді былтыр 2024 жылы сояқта танцы площадкада оңкей орысша өзбекше, музыка неғып барсың орысша өзбекше. Кейін біз барып мен айттым сотрудникке айналып кеткен қызым қазақша бір өлең бар ма, қойыңызшы бір қазақша тыңлайды. Бас салды сен. Нацистсің сен, наркомансың сен, террористсің сен, фашистсің сен деп мен басып. Он наркоман. Все. Фашист, наркоман. Все, выключаем, уносим все. Ничего не будет. Наркоманы приходят, что хотят, то и говорят. Хайдақ наркоман он болған наркоман. Полиция шақырыңызшы, полиция. Нормальный, ненормальный? А что? Біз сізден атыңызды сұрадық қой. Бір мәрте қазақша өлең қойыңыз деді. Біз сізге айттық. Қазақша өлең қойыңызшы деді. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисты, машисты деп айтып Фашисты. Кет, уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. Мен оны танымаймын, ол мені танымайды. Явно заказ екен біліп тұр. Сөйтіп тоқтатты да, музыканы жүгіріп шықты да, басқа ұлттар, басқа адамдарға барып айтып жатыр. Вот они пришли, нацисты, националисты, они не хотят русскую музыку, хотят, чтобы только казахскую музыку ставили. Понимаете, ба? Адам ұстап атыңызды сұрадық. Не будет по причине того, что пришли националисты, и они говорят, что мы должны только казахскую музыку. Қазақша қой десе нацист деп тұр, көрдің ма? Все, они должны уйти. Нет, все, полиция. Больше танца не будет деп шатақшы. Қазақша өлеңді қос дегенде, националист кетсін деп, елін бәрде шырылдасып қойып отыр. Националист фашист деп тұр. Сіз естіңіз ба?
будет? Какой гость, фашист, какой может быть? Фашист не может быть гостем. Не обращайте внимания. А вы почему двое всех лишаете удовольствия? Не А никто не решает. Мы у нее спросили, как ее зовут. Мы не запрещали, у нее спросили, как ее зовут. Она начала провоцировать. Спросите у нее. Алар ойбой қойсаңыз не қылсаңыз деп не қылып кетті. Кейін жаңа ішінде қазақтар жақтасып кетті. Рас қой, мына қазақша қойсаңыз тыңлайық еш болмаса білмеді. Ертесіне бәріміз жаңағы кісілер қосылып бардық. Директорына айтпек, директордың өзі жағы нацистің анау мынау деп сөйтіп не қылады. Ешқандай жауапкершілікке тартпады. Кейін біз болмай жағы мына бардық. Жағы арыз жазып полиция кетіп баратыр едік. Агент КМБ бандиттері ақ тиіседі ғой. Жібермей тиісіп, ақыры полицияға кірдік. Сөйтіп арызды өткіздік. Олар жағы немнеге судебный экспертизаға жіберді Алматыға. Олар берді межнациональный деп немнеге. Сол 14 августта қылмыстық іс қозғады. Содан кейін ауминология бар. Оны кім нақты десеңіз, ол 8 ай болды. Ешқандай жағы бітпей жатыр, ешқандай следствие жоқ. Прокурор, қалалық прокурор үндемейді кәріпбек. Аудан прокурор өзіңе немне басталады. Бір-біріне жол. Мына полицияда жауап бермейді. Зафаров дейтін бастығы департамент полицияда үндемейді. Отписка. Орынбасары өзін сол Зафаровтың әйел $100,000 подарить еткен, оған үндемейді. Қаяқтың ақша. Мүмкін сол осындайларда не қылады. Бірақ мен ондай деп ойламаймын. Нақты сен ол артында жағы заказчиктер ФСБ мен жағы КМБ тұр. Сөйтіп 8 ай болды үндемейді. Байқасаңыздар, оның барлығы жайлап келтіріп жатыр. Неге? Анау мен ойымша Қазақстанда жағы соғыссыз, ашен ішінде билігімізді сатып алып, билікті. Сөйтіп Қазақстанды жаулап алмақшы. Мынау өзбек азаматтар байқасаңыз, мынау ресторандар бар, кафелер бар. Менюларында да орысша көбісінде. Мына талай видеоға түсірдік. Сыртында бұда да орысша. Плов, шашлык, анау, мынау. Қазақша бір ауыз сөз жоқ. Приходите. Анау Россиядан айда қуып жатыр. Жағы эмигранттар наглеть етіп, жағы өздеріне не алған екен, жағы Өзбекстан, Тәжікстан азаматтарын Америкадан қуып жатыр. Сөйтіп, менің ойынша жайлап бізді жағы билігімізді сатып алып, не болмас. А біздің билігіміздің байлығы кім қолында? Біздің байлығың қолында. Немне Шодиевтің қолында. Ибрагимовтың қолында. Жағы басқалар бар. Алишер Усманов қолында. Мына Лаврентьев деймі. Митлсті тартып алып, индустан Ресейге берді, Ресей азаматтарына. Мына соғыс басталған кейін талынша Ресей азаматтар кіріп, өзімен тұрса мейлі, өзі бастарын көтеріп, сен Қазақстан елін сен нацистіп өзіңде басталады. Енді міне жерде байқасаңыз, мынау Өзбекстан президенті жайлап өзі құлаққа қыстырып жатыр. Мынау Қазақстан, Өзбекстан барлығы ашын территория общий болсын деп келгенде келтіріп жатқан сияқты. Олар сыймайды ғой. Сөйтіп бізді уже қазір қанша Ресей азаматтар жүр, қанша немелер жүр, өзімен өзі жүріп, ана тілін, мемлекет тілін сыйлап не olsa мейлі, рахмет оларға. Бірақ олар жағы өздеріңіз көріңіздер, мынау санаторийді жағы музыканы тоқтатып, сөйтіп шағыстырып, жайлап үйретіп, қазақ халық момын, байлығымызды алып қойды, тілімізді алып қойып жатыр, жерімізді бір күнді өздері билеп отырады. Біз Құдай сақтасын, енді Палестина халық сияқты болып шықпасақ болды. Бірақ олар әшейін бізді билікті сатып алып, біздің үстіндегі отырған адамдарды сатып алып, сөйтіп істеп жатыр. Біреулерді қорқытады, сен орында басқа біреуді отырсып қоямыз деп. Кімге жазсақтамда министр Саденовті, өздеріңіз білесіздер, кішкентай кей жас балалар отыр, соларға өзі қазақ болып, сол қазақтарға орысша сөйлейді. Онкей отпискалар, бас прокурорға жаздық.
ол міне қыз береді, ол отписка тегі болса вообще жібермейді. Көрдіңіз ба? Олар жаңа депутаттар үндемейді. Депутаттар кімді қояды? Мынандай отыр десе отыр, тұр десе тұр дейтін депутаттар қояды. Олар әшейін жаңағы формальный отырғандар. Сөйтіп, мынау уже 8 ай болды, қылмыстық іс әлі сол бойы, ешкім не қылмай жоқ, полиция жауап бермейді, прокурор жауап бермейді, отписка. Сөйтіп, мынау жағы нақ десеңіз, орын артында ФСБ, КМБ, заказбеден тотальный осы Қазақстанда қазақтар русификация өткізіп, уже сөйтіп не қылмақшы. А если мынаны қазір біз халық болып, ел болып, жағы жауапқа тартқызсақ, жағы адамды, Какимжановтың өзін, жағы кім жердегі не қылған өзін жауапқа тартқызсақ, уже басқалар кішкене бас тартатын еді. А бірақ ондайға жеткізбейді. Жеткісі келмейді. Мен жақтағы біз анау казачков бар дейді, басқа бар қазақтар не алатында, соларға беріп мына видеоны шығаршы ішіне Москвада ешкім не қылмайды. Нақ олардың үстінде әрқайсында куратор отыр. Отырмақ, мен врачқа барып көрінейін десем, уже олар козни строить етіп, талай мені қинап өлтіруге амал жасаған. Тістерімді қинап, жаңа уколсыз әбден қинаған, андай наружный немне естілсін деп, сон қос қойып мені жаңға станет. Сондай, осындай тірліктер болып жатыр. Жайлап, мынау күшті қазақтар қорытып, өлтіріп, мысалы, мынау Садыхов дейтін жаңға немнедегі Украинада. Кім оны? Мен ойынша онда Ресей өлтірткізді. Именно Қазақстанға барып тығылып отыр. Осы күшті қазақтар. Алдында дәулет бақ, күшті активист бар, онды да өлткізді. Енді мен қалдым жалғыз. Мен қорқпаймын мен. Жаңағы орысша айтқанда, мы больше умереть хотим, чем жить дегендей. Түсіндіңіз ба? Бұндай намыс, бұндай позорный ортасын. Әйтсе бизнесімді артып қойды, үйімді артып қойды, квартирамды алып қойды. Қазір квартирада тұрып алып шығарып жібереміз, әйтпесе сен аузыңды жаппасын деп. Оңкей жағы қылмыстық істер, қылмыстық преступный путем орысша айтқандай жағы мойындарымызды келіп қойды қарыз қылып. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп ауыз жаппасаң, сөйтіп сен шығарып жібереміз деп қорқытып талай бандиттерін, КМБ бандиттерін жіберіп, коронавируспен заражать еткізіп, барлығы солардың бәрі біреусі де сөгісті алған жоқ. Не прокурор, не полиция, следовательдерді. Бәрі нақ десің, өздері организовать етіп отыр. Сол үшін қазағым, елім, мына жерге кішіне, мына жерге мынау өздерінің пікірлерін жазып, айтып, не қылсақ, біреусін жауапқа тартқызсақ, жағы өзінің бастықтарымен бірге. Сонда кішіне тартылады. Біз ел болып, халық болып, өзімізді қорғамасақ, бұлар бізді, билік бізді қорғамайды. Байқап отырсыз ғой, кім не болып жатқанын. Рахмет сіздерге. Шақыр. Аты жөніңізді айтпайсыз ба? Сейчас, подождите, мы охрану вызовем, он с вами поговорит. А давай поговорим. Угрожать мне не надо. Давай деп жатырмын ғой. Сөйлесейік деп Идите жатырмын. отсюда, идите. Не надо всякие националистические, шақырыңыз. фашистские... Какие националист? Siz аты жөнін сұрап отырсыз. Аты жөнін сұрап жатырмыз ғой. Көрсеткізсің ба националист? Қанша күн жүрміз, бір орысша, онкей орысша, өзбекше. Аузыңа қарап сөйле, шыбағансың ғой сен. Аузыңа қарап емес. Шыбағансың ғой сен. Қамап береме сен керек болсын. Здесь нет фашизма. Он говорит, почему по-русски ставите? Кто скажет, здесь в основном по-русски или по-казахски? Вот. Қазақша қойсаңшы деп отыр. Сен немене, Ресейге берді. Мынау шыбаған мынау. За фашизм. Қашан келмесең орысша қояды, қашан келмесең өзбекше қояды. Шақыр полиция. Шық, иди. Шақыр деймін. Выходи отсюда. Шақыр деймін. Фашист, выходи отсюда. Аяқпен фашист. Вы фашист. Бері қараңыз, қойып, итерме ана телефон. Кимеңізді телефонды. Запрещают. Немнеге запрещать? Немнеге запрещать? Айқайламаңыз. Айқайлама өзің. Немнеге запрещать? Қашан келмесең орысша қоясыңдар. Қашан келмесең орысша өзбекше қоясыңдар. Қазақстаннан қоймас десең, националист дейсің. Кімсің сен өзің? Представьте етші. Не қыласың мен кім екенін? Барып, қазақша жауап
Сен нацист дейсің. Я сенен Қазақстанда тұрып отырмын мен. Мен айтып жатқан Мен мұны жоқпын. нацист деп отырмын мен. Фашист деп отыр. Фашист деп Давайте отырмын. оны қойыңыз. Мына шыбаған мына, мына шыбаған. Ана өзі айтып тұр ғой, нацист. Аға, мына жерде конфликт создавать етпесеңіз. Мен создавать етіп тұрған Жоқ, создавать етіп тұрсыз Мен неге создавать етіп келдік та аты жөнін сұрадық. Аты жөнін сұрадық. Неге мынандай деп едік Я сразу. сен Четаняха мекташына қамайын десең. Давайте. Жоқ, Қазақстан ба, не, Ресей ма бұл? Жоқ, бері қарайсың. Қазақстан ба, Ресей? Онке орысша қоясың. Постоянно конфликт создавать етіп. Қашан создавать етіп? Мен келіп Потому что помешиваете Тогда уходите вы тоже. көрдің ба? Берген. Охрана. Охрана. 10 күннен бері ол тек өзбекше орысша қойып отыр. Қазақша қойсыңдаршы. Я не буду ставить. Ты не имеешь права не ставить. Мы Я пришли имею отдыхать. право с ней ставить. Мы пришли отдыхать. Когда фашисты приходят, я не ставлю. Ты не говори так, фашисты. Зачем ты так Фашисты оскорбляешь? пришли и сказали, мы русскую не хотим, узбекскую Не хотим. говори так. Не Да, говори. фашист Вы тогда это сказал, он фанзоктас. тоже фашист. Нағып отырып айтасың кеп. Ты сама так сказала. Зачем ты Нет, говоришь? они Мы сказали, пришли отдыхать. когда вы Искеп көріңші ау, нағып искеп көріңші. Нет, так не пойдет. Почему? Он не оскорбляет этих фашистов. Бәрін фашист деп отыр. Қазақша сөйлемейміз, орысша сөйлеп тұр. официально свое показываете. Вы журналисты кто? Как написано, иди отсюда. Всем швец. Наркоман. Наркоман. Всем наркоман. Иди отсюда. Алдыңызда переговор бар. Мынау шыбаған ба? Хайдава это идет. Хайдава идет. Почему идет? Адам ұстап атыңызды сұрадық. Не будет по причине того, что пришли Ой, ой. националисты. А? И они О, говорят, что мы должны только казахскую музыку. Тоқта. Қазақша қой десе нацист деп тұр, көрдің ба? Все, они должны уйти. Нет, все. Он наркоман. Все. Фашист, наркоман. Все, выключаем, уносим все. Көрдің ба? Ничего не будет. Наркоманы приходят, что хотят, то и говорят. Қайдағы наркоман Всё, он ты болған десе? наркоман. Ка Всё, полицияны выходит, шақырыңызшы, всё, ничего не полиция. будет. Из-за того, что мы поставили русскую музыку, он подходит, хочу казахский не ставить. Все, не будет никакой музыки. Сами идите и спрашивайте. здесь у нас отдыхающие, Как да? можно так говорить? Не Вы знаю, отдыхающие или- на русском, Идите на дальше, французском. подальше. Как это Всё на идите? каком-то- Я охрана. Начальник охраны пришел, его Какие позовите. претензии вы к нам имеете? Я не знаю, меня вызвали, здесь конфликтная Ну какой ситуация. претензии имеете вы к нам? Она нас прогоняет. Вы слышите, вы представьте, Вы пожалуйста. здесь Не, вы представьте, пожалуйста, да, мы здесь отдыхающие. Всё, не надо. отдыхающие, но вы да. создаете конфликтную А ситуацию. где это конфликт ситуации? Ну вот, Вы даже не разбиравшись, вы Нет, обвиняете нас в конфликте Нет, вы ситуации. представьтесь, кто вы такой? Фамилия, имя, отчество, представьтесь. охранник. Ну, фамилия как Поляков ваша? Сергей Как? Валентинович. Поляков Сергей И что вы Валентинович. считаете? Ну что, вы? Какие претензии к нам? Ну вот, Почему? вызвали же. Кто, представьтесь, поставьте одну музыку хотя бы казах. Сколько дней находится постоянно на русском языке? Нет, Узбекский нет, язык. нет, уходи. Уходи. И записывай, вы фашисты и националисты. А? Нет, нет, уходите все. А? Вы мешаете, вы нехорошие люди. Уходите. Все, ничего не будет. Плохой народ пришел. Их надо вообще в санаторий таких не брать. Все, ничего не будет. Нормальный, ненормальный? А что? Уходи, Біз сізден уходи. атыңызды сұрадық қой. Бұрын айтты қазақша өлең қойыңыз деді. Біз сізге айттық, қазақша өлең қойыңызшы деді. Сіз атыңызды сұрадық. Фашисты, машисты деп Вы айтып тұрсыз. фашисты. Қазақша өлеңді қос дегенде националист кетсіңдер, елдің бәрі де шырылдатып қойып отыр. Националист фашист деп тұр. Сіз естідіңіз ба? Какой гость, фашист, какой может быть? Какой? Записывай, фашист не может быть гостем.
Она его иди отсюда, говорит. Вот скажите ей. Нет, завтра пойдем все вот это, все, толпой. Да. Хотели сесть сюда. Она ей сказала, иди отсюда. Она сидит подпишет. Всех она нас послала. Он, да, вот здесь танцевал, он снял меня на видео, потому что я правду сказала, он плохой человек. Такой же, как и эти, все, вы плохой человек. Да, вы плохой, вы такой же фашист. Нет, она вообще недостойна. Все, молоко это, понимаете. Жоқ, ана қыз вообще керек емес, увольнять надо ее. Жоқ, разберется. Нет, директора надо уволить. Видеоға түсіп алып бәрін сөзді. Ертең саламыз. Маусым 2024 жылғы мынау алтын қарғалы дейтін санаторийдің мынау директорын күтіп отырмыз. Ол кісі жоқ, менің ойымша қашып жүр. Былтыр осындай тіл мәселесі бойынша кіргенімде мен националист, нацист, сен нағыз қазақстан деп айтқан директор. Енді кеше танцы площадкада бәріміз жүрсек, оңкей орыс, оңкей жаңағы өзбек өлеңдерді айтып жатыр. Қолдайсыздар ғой? 7-8 өлең айтты. 7-8 өлең. Мен барған екен айттым, қарындас мынау қазақша өлең бар ма? Біреуін қойсын десек, мені ты нацист, ты уходи отсюда, ты фашист. Тағы не деді? Наркоман. Наркоман деп не болды? Қазір директор менің ойымша қашып жүрміз керек. Енді қазір сейчас подождем, күтейік тағы да 5-10 минут. Келмесе, тағы бір айналып келеміз. Я кешен айтып мына кісі жаңағы фашист кет деп сөйтіп жатыр, сосын мен кірістім десе. Мен сөйлемейтін едім ол. Ашуым кетті. Мына кісі айтты. Анау директор такой, директор. В прошлом году меня нацистом назвал. Только за то, что я говорю, Қазақстан жауап берсе, Қазақстанды тұрып атымыз ғой. Мына Қазақстан біле тұр, әдейі қисайтып, повесть өтіп неғысы, бірақ ты, оказывается, нацист, ты осындай фашист понеси деп шықты. Бір уақытта охрананы жіберіп қалды. Кесекке ғой бұл сізді таниды. Тағы бір немелер жіберді, полициясы. Жоқ, мен өзімнің елімде тұрып, мен неге қазақша сөйлемеймін? Я же не в России. Мемлекеттік тіл ғой. Сол ғой күйдіп баратыр. Жоқ, для фиксации. Жоқ. Господи, Поэтому сіз. Господи, Сіз былтыр. Господи. Сіз мені былтыр нацист едіңіз. Кім айтты нацист? Сіз ғой. Видео бар ғой? Сіз ғой. Ана видео бар ғой? орысша неге сөйлейді? Мен айтам ол ұйғыр кісі дедім. Өшірдім. Жоқ, немене осы? Ұйғыр кісі дедім. Национальный розын бәрі мына жерде 130 ел тұрады Қазақстанда. Асыз бәрі қазақша сөйлеу керек, бәрі қазақша жасау керек. Кеше болмайсың дейсіз ғой. Марат айтшы сен. Бауырым, сен ойлашы, енсің кен Нұрлан, одан Марат менің. 140 мысын. Олар үйренсін қазақша, үйренсін. Енді Езмаға не айтасың? Жоқ, неге кіре салып бізге, біз сізге басқа вопроспен келіп отырмыз. Жоқ, енді мен сразу уважать етіп отырмын. Келесі жыл нацист демек. Аға, это национальный розын. Ондай болмайды. Тоқаев, Назарбаев бәрі айтты ғой. 130 ел тұрады. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ғой. Сен басқа аяқ қой. Былай біз ол тек былтыр ғана басқаны айтпаймыз.
кешегін айтайын негізінде. Кешегі, мысалы мен ана таныс площадкаға барып қалдым. Мен ойым ішінде Бәрін сөйде болды. бәрін сол жерде болды. Мына кісіге жаңағы Гүлсім деген, мысалы ол наглый қарап отырсаң. Постоянно сөйтіп не алады да, мына кісіге сен фашистсің деп кет деп жатыр да, мен соны естідім. Мен одан басқа ештеңе Наркоман, нацистсің дейді. мен наркоман, отырмыз бұл жерде отырмыз. Нацистсің деп сөйтіп жатыр да, сосын мен ойлаймын, мен мына үлкен кісі. Сосын мен айттым, Гүлсім, ол үлкен кісі ғой, сен ондағы жүрсің. Маған бүйтіп бітті. Сен де жаңағыдай неменесің, фашистсің дейді да. Мен бар ғой, сосын мен түсінбедім жаңағы. Сосын мен келдім де, сразу мен онымен ұрысқам да жоқ, ештеңе жоқ. Мына администрация қызға қазір келген. Сол қызға айттым, Лазерке ма, кім мен білмеймін. Соған айттым, мынау Гүлсім сөйтіп жатыр ана жерде, шатақ шығарып жатыр деген ғой. Сөйтіп ой неменеге болып қалды деді. Шықты да ар жағында сыртта бір бала отыр екен. Мен айттым, танысını бүйтіп тастап бітіп көрді. Бәрін кетіңдер деді. Ана жерде тұрып жаңа бәрін кетіңдер деді. Мен айтамын, сен кетпейтін сен кімсің деймін. Кімсің? Мысалы осы жердің директорысың ба, жоқ басқасың ба? Біз мысалы мен өзім инвалидпін. Мысалы мына кісілер кейбіреулер пенсионер, кейбіреу инвалид. Кішкене көңіл көтерейін деп сөйтіп барып отырған жерге. Қарап отырсаң жаңағындай дейді. Кетті десең мен жаңағындай етіп бардым ана қыз. Ана қыз не қылды, оған бой бермейді. Бірақ та ана бала қойды да қойды жаңағы неменесін. Дейді ана мынау өзі кетіп қалды. Сосын бір кішкене не алса қайтып кетті. Сосын мен ана балаға айттым, мен сен өзің қоя бер deyapsın. Кішкене болды, бүйтіп нормально. Сосын қайтадан бастады жаңағы. Даңдың, ана жерде үлкен кісілер мысалы. Мия болып кетті ана. Жоқ, осы өлең музыка сендерге жарайды. Иди мен қызықсың. Біреу қазақшасы, он кейін орысша өзбекше, Безопасность кетті. Соның ойын жаңағы ғалым деген. Сосын охрана береді. Соған айтады, охрана, алып кетті мен ана. Ана деп мен екен, мен сен көк сен кімсің? Жаңа ғалым айтты, сен кімсің? Үндемейді жаңағы. Мен мына кісіге кәдімгі шығын, мен екен, сен кімсің мына кісіге шық дейді. Біздер үлкен кісі. Өзің үлкен болсаң, мысалы, шық деп айтамын, ана жерде инвалид, мысалы жаңа алдың кішкене жауын жауып неменемен келген. Соған ана немене жауынның астын, жоқ, мына жерден шық. Кет деп сөйтіп. Сәтсен несіне алған сондай, нағылый, қарап отырсың. Мен, мысалы жаңа мына кісінің жаңа фашист, маған да фашист деп сөйтіп. Наркоман, фашист. Значит, бір сүйеуі бар. Кто-то ее бүйтіп айтып сектор, понимаете? Қазақша қойыңызшы, билік. Анау, Ақмаржан туда-сюда. Мен тез билек, бәрі жылын кісі келеді, суық қой. Қойыңызшы десе, қоймай. Өзім білер не қоятын. Он кейін орысша өзбекше, орысша өзбекше. Біз қай жерде тұрып Енді біз Өзбекстанға баршы өзің. Россияға баршы. По-другому. Мынандай санаторий біз көрген жоқпыз. Бірінші кіргеннен грубость естігеніміз. Апай тыңдадым мен болды. Мен бітірейін, әңгімені сөйлеймін. Столовыйыңызда ол барды. Білім берсе білім бермейді. Медсестраларыңызға барсаң бәрі қарайды, бәрі грубиян, жап аузыңды дедім ғой дейді медсестраларыңыз. Үстінде қай кабинет болсын бәрін айтып береді. Айлығым 90 мың не? Я виновата, что ли? Мені келді. Жоқ, Чупар ол кісі байқұс вежливый Чупар. Бірақ қиналады. Жалғыз өзі ғой. Жалғыз өзі, екі адам өрді ұсыныстырды. Жазып отыр. Екі процедура бар. Екі процедура үшін жалғыз өзі дейді 90 мыңға. Ашин амал жоқтан істеп жатыр. Нақты сіз ертең жұмыстан шығарып жібереді деп қорқады. А басқалар 90 мың деген айлық не ол? Сендер байсыздар. Басқаларға жаңа құтмасы секторды, пожалуйста, прямо сейчас кіргенде сработаем. По отрицательному мотиву. Бәріңіз не жазып беріңіздер мына қарыз. Ештеңе жазбаймыз. Біз сразу кәкімжанға шығамыз қазір. Жаңа увольнениеға официально қарыз керек. Жоқ. Нет, все же жалуются. Бір минутте болады. Бір минут. Сіз заң бойынша голословный, устный немеде арызға жатыр. Заң бойынша. Обращение. Устный обращение. Кім юристіңіз бар болса сұрамыз. Айтады. Устный. Бұл коллективный кеп айтып отырмыз берді. 20 шақтардан. Нет, мы приехали отдыхать. Біз демалуға келдік. Бұл не первый случай. Все жалуются, на питание жалуемся.
хлеб, то плесенью пахнет, то они старый хлеб. Свежий никогда не бывает. Салат салады ғой, міне мынандай объем. Мына мысықта төлмейді. Салаттың объемын үлкен. Жақсы, обедке келем мен көремін. Енді айтып қоясыз, жақсы мен барамын. Айтпаймын ғой, қызықсыз, мен кішкентай бала. Сіз Ғалияны не үшін алып тастадыңыз? Қазақша жалғыз официанттың ішіндегі старший қазақша сөйлейтін. Жақсылап не үшін алып тастадыңыз? Не үшін бастадыңыз? Мен сізге зауытын қойын. 10 мелодия. Жаңадан бері айтып бері қарай 7-8 өлең айтылды кеше. Біреусі қазақша жоқ. Өзбекше, өзбек емессің бе сен? Жоқ. Орысша, өзбекше, орысша 7 өлең, 8 өлең айтылған екен. Кеше біз алды күні 14 күн жүрміз сөзде. Былай бер, кеше қарай. Жоқ, беріп тұрмаңызшы. Кейін қасына бардым. Қарындас, жаңа қазақша өлең жоқ па? Біреуін қосып, бас салды. Ты кто такой? Нацист дейді. Вот как былтыр сіз маған нацист дедіңіз ғой? Точно. Видео бар сен. Видео бар, ертең қарабет боласың шығарған екен. Сен нацистсің деді. Жоқ, бері қарай, баяқ машина сенді. Кейін наркомансың деді. Сындың ба? Наркомансың деді. Фашист деді. Мы подпишем, хорошо? Ага, Нұрекең керек деп тұрсың. Қол қойып береміз аты жөніңізді, фамилияңызды беріңізші, чтобы заявление или как? Аты жөніңіз кім сіздің айтпақшы? Нұрлан деді ғой. Нұрлан. Кім? Нұрлан. Фамилия? Макетаев. Мен сенімен сөйлеспеймін дейді. Мен сәтсім ескеттім. Жаңа осы кеше сөйттім, ал бүгін тағы мен сендермен сөйлеспеймін. Оның бір мысалы ұстап тұрған Тоқаев па, біреу бар ма деп ойлаймын мен сосын. Жоқ, шыны керек. Ағымда бір столовға баратынбыз, балам екеумізге келіп, я вас прославлю, здесь вы больше ноги вашей не будете. Его пришли кто? Директор. А кім еді? Мен жас көрмісі. Bir момент, сіздер территорияны біз бір көрмедік, екі жігітті. Қарағаныңыз, жүргеніңізді көрмедік қой. Енді қазір біз айтып алайық, қайдан іздедіңіз, тауып аламыз сізді. Екі жігітті мен өзім осы жерге күліп айттым қыздарға. Мен, наверное, устроюсь администратором суда дедім. Өткіл бесаткаларын бәрін столын жуғызып шықтым, жуғып жүрген балаларға. Столдың үстінің кірін көрсеңіз, мына бесаткаларға былай бекіп тұрған. Бәрі грязно. Оны мен айтқам Территория жиналмайды. Енді комнатты біз анандай неде тұрамыз. Мен ана кроватты жылжыттым, мне мужа аллергия. Ана бұрышты көрсеңіз, ана плинтустан бастап, ана кроваттың асты жылжымайды. Все грязно, пыльно. Кеше мен ана кімге, Павелдің әйелін айттым. Пожалуйста, жинашшы, жылжып шығарады. Артын көрсеңіз, это годами не убраны. Вы проверьте, қолыңызға мына салфетканы алып барып, бір күні бүйтіп тексеріңізші. Везде грязь, холодильники не моются, комнаты все, запахи страшно. Енді жатқан кезде мына жастық бар ғой, мына стенкада, бәрі обои тұр ғой, бастың кірі ана жерде. Ана жатуға ерініп, мен кроватты жылжытам. Ана қызға жуғыздым. Ну неужели я должна 2 недели ақшамды төлеп кеткен жерге мен не тағамым дұрыс жүрмей, не ұйықтаймын, не жерім грязный. Сондайды имейте в виду, пожалуйста. Мен құлағым естімейсіз. Номер 1016, все кадетчики. Енді қандай берсін, шешіп жіберіңізші. Пожалуйста, бұл не первый, мы все группы зайдут сейчас. Весь санаторий, 200 все зайдут. Және Нұрлан,